Ана тілім, құдіретім, айбыным, сенсіз өтпес әрбір сәтім жай күнім. Сен арқылы шабыт алсам шаттанып, өзіңменен арқалаймын қайғымын. Сан ғасырдан түрленіп көп келесің, ақындарға сауыт бұзар жебесің. Бабалардың баға жетпес бағымен, батырлар мен билер айтқан сөзісің. Көштен қалмай алға қарай адымда, тіл жасайды адамзаттың барында. Ары биік алтын құрсақ анамның, сен арқылы айтқан жыры жадымда. Елің барда сен боларсың тұғырлы, тіл жеткізер ертең менен бүгінді. Жарқын күннен белгі болар шамшырақ, қазақ тілі болсын мәңгі ғұмырлы. Родной язык, могущество и слава, и без тебя мне не прожить ни дня. Мое ты вдохновение, отрада, со мною в радости и в горе ты всегда. Родной язык, бесценный дар от предков, ты мое сердце и мои глаза. Ты дивный сад, плоды как назидание, всегда с народом и живут в веках. Вобрал в себя ты лучшее отныне, твоя история об этом говорит. В нее внесли в свой клад рунический, немного от латыни, а также русский и арабский алфавит. Родной язык, богатое наследство. Он жив, пока живет его народ, как колыбельная, что мать мне пела в детстве. Он в нашем сердце любящем живет. I'm so proud to be the Kazakh girl. My native language plays a crucial role. It is my history, my people, my tradition. It's a tool to recognize the whole my world. The Kazakh language is the richest of top 3. The Kazakh language is like people, mild and free. The heritage of gorgeous Kazakh nation should be devolved by you and me. To respect and love the land and language, it must be the greatest generation goal. To succeed and prosper of the new age of the country where we are living all.